жүру бір күнде 5 километр минимальный болу керек, а так 10 километрге шейін болу. Адам рас кімнің қаны қою болатын болса, біріншіден мижазын турлау керек, екіншіден полный ішкі аппарат тазалау керек, жировой гепатозды кетіру керек, поджелудканың бәрін, кишечниктің бәрін тазалау керек. Правильный образ жизньді апару керек. Сонда ол профилактика болады. Яғни қанның қоюластыруын алдын алу мүмкін. Бізде қалай? Бізде барсаң кардиомагнил жазып береді или тромбоз жазып береді, бітті соманан. Так, ол айтады, ол бияқта жүріс тұрысында қарамайды да, мен кардиомагнил ішіп жатырмын дейді, жүре береді. Сонан ақыры барып бір күн тамыр чық тромбқа айналады. Соның үшін енді біз қалай лечение қыламыз оны? Біз келгенде бұл жерде оларға обязательно малхан береміз. Малхан беріп диетаға отырғызамыз, полный бауырындағы жировой гепатозды кетіреміз. Так, одан кейін пиявка қойылады, зүлік қойылады. Зүлік өте қанды қатты сұйылтырады, біліп алыңыздар. Так, сонан біз оның алдын аламыз. Потом кетіп жатқанда біз оларға режим дайындаймыз. Мижазға қарап қандай тамақтану керек, қандай салауатты тұрмыс алдын алып бару керек, көңіл күйін қалай ұстап тұру керек. Так, енді адам мысалы Аллаға сенетін болса, мінеріңізде, жүрегіңізде Алла тұратын болса, Алланың тілін алсаңыз, адам мынау эмоцияларға онша берілмейді екен да, айтар екен, Алланың сынауы, Алла маған сынау беріп жатыр, Алланың тағдыры деген көзбен қараса, адам успокоение болып, любой сынаудан өтіп кетер екен да. Көпшілік Алланың берген сынауынан өте алмай, қазір не болып кетер екен да, инфаркт, инсульт болып қалар екен. Неге? Потому что резко эмоцияға берілген кезде, мысалы резкий стресс болған кезде қан өте қойылып кетіп қалар екен да, соған тамыр бекіп қалар екен, резкий инфаркт, инсульттар осының арқасынан келіп шығар екен. Егер де адам Алла десе, о айтар екен, Алланың маған бұл сынауы, Алланың бұл маған беріп жатқан бір белгісі шығар, сабыр қылуым керек, ақырын байқауым керек, шыдауым керек деп қарайтын болса, ол одан мәселеден өтіп кетуі мүмкін екен. Бұл жерде бір мысалды айтып өтемін, көп айтамын мысалды. Бір дихан болған екен дейді. Диханның бір жабайы аты болған екен. Жабайы ат бір күні жоғалып қалыпты дейді. Жоғалып қалған екен, адамдар айтыпты, о сенің атың жоғалды, не болды? Айтыпты, Алланың тағдыры көрейік депті да. Сөйтсе 10 күннен кейін ат 10 аттан бірге қайтып келіпті ғой жаңағы ранчосына. Адамдар айтты, о сенің осындай ақылды атың бар екен, осындай болды деп, Құдайдан көрейік не болар екен депті. Сөйтіп, және 10 күннен кейін бір ат жаңағыда теуіп баласының аяғын сындырып қойыпты ғой. Адамдардың бәрі айтты, о аттың келгені жақсы болды, бірақ баланың аяғы сынған жаман болды. Сонда ол айтқан екен, енді Құдайдың несін көрейік, бұйрығын не болар екен десе, ұрыс басталыпты, соған ауылдағы балдардың бәрі соғысқа кетті ғой. Бірақ жаңағыдағы диханның баласы қалып кетті, потому что аяғы сынған үшін. Міне соның үшін какой связь қанның қоюлығы менен Алланың ортасындағы связь? Аллаға сеніп адам көңілменен Аллаға шүкіршілік айтып, тәубекелшілік қылып, Алланың тағдыры деп сеніп, сынауынан өзін спокойно санаса, ол жақсы өтіп кетер екен. Соның үшін Ибн Синаның 4 қағидасын және қайтарамыз сіздерге. Бірінші Аллаға сену, екінші мижаз дегенде қалай тамақтану керек, үшінші салауатты тұрмыс салты, қалай жүру керек, қалай тұру керек, қалай ұйықтау керек, тамақты қай уақытта жеу керек, қай уақытта жемеу керек, нешеме қалай тамақтану керек, бұлардың бәрі салауатты тұрмыс салтына кіреді. Төртінші жаңағыда духовный состояниесі, эмоциональный состояниесі. Так, сол үшін қараңыздар, қанның қоюлығына қарап тұрыңыз. Егер кімнің қаны қою болса, срочно лечение жасау керек. Кімде жировой гепатоз болса, тоже срочно лечение жасау керек. Гипертония, бұл үшеуі бірін-бірін сопровождение қылып бар екен. Қанның қоюлығы, жировой гепатоз, потом гипертонический болезнь. Үшеуі бірін-бірін қоштап отырар екен да. Үш ағайын дейді ғой, құт соған ұқсап, бірін-бірін қоштап кете берер екен былай. Так, соның үшін бұның алдын алу керек екен. Алдын алмаса, адамның өзі өлуіне себеп именно қанның қоюлығы болар екен. Қан қойылып, қан жүрмей қалған кезде адам қайтыс болар екен да. Қан тоқтап қалды да жүрмейді. Сол кезде адам я жүрек тоқтайды, я мия тоқтайды. Потому что қан қойылып, қан жүрмей қалар екен тамыры. Соның үшін қанның қою сұйықтығына өте көңіл бөлу керек. Так, сіздерге айтатын әңгімем, потому что кеше мен көріп отырмын жаңағы қарындас, енді бейшара қарындасымыз, енді бейшара демейміз ғой, енді жалқана қарындасымыз, жылайды енді, 5 балам бар дейді. Так, уже тамыр полный бекіліп болған, жүргенде шатания бар. Соны бірақ белгілерін біліп отырған екен, 2 жыл алдын дейді, памятім жоғалып қалар еді дейді, тілім күрмеліп қалар еді дейді. Сол кезде ешкім тексермеген, ешкім көрмеген де оны, ешкім айтпаған осындай масағаттарды. Соның үшін егер кімде қан қоюдың белгілері болса, бірінші белгілері қалай болады? Бірінші белгілері қолдар үйіседі. Так, бірінші белгілері үйісіп қалады қолы кәдімгі. Кәдімгі үйіп қалады да қол. Екінші белгілері бас айлануы мүмкін, память кетіп қалуы мүмкін, тілдер күрмелуі мүмкін, давление көтерілуі мүмкін,
жировой гепатоз болуы мүмкін. Болды. Кімде жировой гепатоз болса, обязательно қанның қою сұйығын тексеру керек. Олардың қаны 100% қою болады. Так, соның үшін ауырмаңыздар. Так, қандарыңызға қараңыздар. Лучше заниматься профилактикой, алдын алыңыздар. Уже қанда тамырларыңыз бекіріп жүргенде жүгіріп жүрген қажет жоқ. Уже потом уже поздно уже. Тоба? Жаңа қарындасымыз енді операция қылса, ол операциядан қалай шығады? Ешқандай гарантия жоқ деп жаңа хирургтардың өзі айтқанда ол кісіге. Оған жылап кетті енді. Уже поздно да уже. Жап-жас 40-тан енді асқан. Былай қарасаңыз цветущая женщина да. Соның үшін ауырмаңыздар, барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Аурудың алдын алыңыздар. Рахмет.